Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, кез келген тағаммен ұсына беруге болатын дәл осындай капустадан салат дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Егер пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен капустамызды осылай жіңішкелеп турап ыдысымызға салатын боламыз. Тұзымызды сүйіп, қолымызбен қаттылап, мыжғылап, капустамызды дайындап аламыз. Келесі сәбізімізді теркадан өткізіп саламыз. Одан кейін чесногымызды ұсақтап турап алдым және майға қуырып аламыз. Қызарып қуырғаннан кейін салатын боламыз. Чесногымыз қуырыламыз дегенше укроп пен петрушканы осылай турап салдым. Одан кейін кішкене паприканы чай қасықпен кішкене ғана салдым. Дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін осылай қуырылған чесногымызды салып, маймен бірге құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте қарапайым және өте жеңіл жасалатын салат. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін және кез келген тағаммен ұсынуға өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Каналым пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алдағы уақытта жақсы рецептермен бөлісетін боламын.